Базарда мынал бышты сода болуп жатат. 3 жаш экен. Аттын үстүнөн тарттым. Баасы канча барып калды азыр сурайбыз. Канчага келди бродан баасы? 260 миңде турат баасы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу мекендештер. Бүгүн 15 декабрь, Чүй обласы Сокулуктагы жылкы базар. Биринчи бөлүк жалаң гана чоң аттар булмокчу, анан экинчи бөлүктө өспүрүм, тай, кунан аралаш болот. Азыр биринчи эле моундай чоң аттарды биринчи көрсөтүп беребиз. Сиздер бирден бармакча лайктан басып, кол иретін анан подписка таштап туруңуздар. Подписация болуп койсоңуздар, жаңы болгон видеолор көрүп турасыздар. Себеби мына жумада планда негизи жакшы Европа полшалар да бар, ошолор дагы көрүп турасыздар. Биринчи эле мына чоң аттан баштайын. Мына баасын канча деп аттыңыз эле? 250 миң, 250 миң сом. Жашы канча мындан? 5 жаш. YouTubeга тартып койгончу мына. Баасы 250 миң сом, 5 жаш. Бою канча барып калат шеп? 1.60, Өтөбү? 1.60. Адам бийигирээк экен, 1.60тан бир аз жогору дейт. Баасы 250 миң сом экен. Ошондо 3 миң доллардын тегереги. Доллар кечегинде эле 86-70 90 цент болот. Ушунда 250 миңди 86-70ке ушундого бөлсөңүздөр доллар чыгат. Мындан дагы азыр чоң аттардан көрсөтүп коеюн. Ал мына канча дадасың аны? Баасын канча дейт негизи? 250 миң дейт. Бул канча бул? 180. Жашы канча бунун? 2 5 жашта. Булакка дайын экен 2. Бою 1.50 арак берек экен мына. 1.55 барып калат экен мына. Баасы 100 канча миң деди? 100 канча дедиңиз? 165 миң. Номерiniz кандай эле Алманке? 072 87 56. Мына ушул атты көрүңүздөр. Жашы да жаш, анан булагы дайын дейт. Ана байкап көрөсүздөр. Таксыр мынаны канча додасына жерден? Канча дейсиз? Жашычы? Бышты 250 миң. Бияка бастырып коесузбу бири ары бери. Баасы 250 миң сом, 3 жаштагы бышты экен. Үйрөтүш керек окшойт чота. Мына баасы 250 миң сом сурап жатат. Базарда ушундайча баалар болуп атат. Бойлору 1.60-тын тегерегиндеги жылкылар. Так, чоң аттардан дагы мындай бир жерде кашкасы кичинекей болгон ат турат. Мына жерде ат 4 асый, 7 жаш. Бою канча барып калат мындан? 1.60 плюс минус. Улакка чап атасызбы? Дайын баары. Улагы дайын. Мына көрүңүздөр. Баасын канча деп атасыз? Баасы 220 миң сом, 40 сом. Азыркы мына Алман абаз телефонду мына атка айткан. Мына жерде кичинекей атка 160 миң. Ошол номерге чалсаңыздар, мына аттар баары бир экен. Азыр жүгөрүң эле өзгөчө, Кандай балаларын көргөн чыгарат. Жакшы. Муну канча аласың аны? Жүгөндөрдү. Жүгөндү 50 миң. 50 миң? Токум 5 миң. 50 миң. 1,5 миң. Сеники жанагы эшегинен чөй кымбат дегендер. Аты кандай эри кымбат болуп кеткен го, Канча дасың көй атты? 500 миң. Көрүңүздөр. Бою канча ушунун? 1.60 тегереги сат. 1.60 тегереги, баасы 500 миң. Кыргыз жылка? Казак карабай. Карабай, кыргыз жылка. Баасы 500 миң сом, Байгелдиники. Номериңи айтып кой, Байгелди. 0702 0707 20 1301 деген байланыш номери. Баасы 21-23-03. Баасы 500 миң сом сурады. Ат жөнүндө маалымат айтып бериңиз. Так. Жашы канча эле бунун? 4 жаш. Бою канча? Сизди кошулуп эле түшүп атасыз. Ылдыйраак кылып коеюнбу камераны? Мына полный эле рост түштүңүз, мына полный. Жашы 4 жаш. Баасы канча деп атасыз? Баасы 400 миң сом. Бою
1.65, 1.70ге жақын, бағасы 400 мың сом. Улағы бар жоқ па? Улақ еш нәрсе көріле екен. Байланыш номер, қайсы номерге шалсын? 0700 22 33 47. Мына ушул номерге байланышасыздар. Бағасы 400 мың сом. 4 жаштағы атына. О, азыр обедтен кейін. Бақтияр айке, бер жаққа бастырып қойыншы бұла. Ақбоз аттына. Мына атты дағы көріңіздер, азыр келді базарға. Жашы қанша бұның? Бағасы чи бағасы? Бағасы 300. Алман әкенікі бе? Ула гаранта. Бағасы 300 мың сом сұрап жатады. Бойы деле 1.60-тың тегерегіндегі ат. Бағасы номер қайсы кімдіке? Болды. Азырқы мына атқа 160 теңге ба Алман деген ауызын ат екен. Негізі көп аттар Алманға қарашты екен. Ошол номерге байланышасыздар. Бағасы 300 мың сом сұрады Ақбоз атты. Бүгін соқұлық жылқы базарда мынандай негізі жылқылар аябай көп түшкен. Аттардағы негізі таңдап алсаңыздар болады. Мен ар бірле жылқыларды көрсетсем уақыты көбейіп кетеді. Бол үшінше чоңырақ аттардан да көрсетіп қойын. Мына қарагер қанша екен? 200 жашы қанша? 7 жаш. Бойы шо? Бойы бір қанша шығып қалады? 63-64 кен. Бағасы 200 мың сом. Базарда сұрап жатқан бағалар. Мына торыны қанша деп отырсыз? 150. Жашы қанша бұның? Қанша асы дейсіз? 4 кен, 4 асы екен. Бағасы 150 мың сом. Базарда бізде ұшындай сұрап жатқан бағалары. Мұны дағы кичірек аттардан да сұрап қойын. Но жерді ат қанша екен? 130. Бұның жалын не 40 қойын ба? Прическасы жаңғы ба? Вид, бағасы 130 мың сом. Негізі базарға кірсеңіздер ақшасына жараша аттар көбінше өсіле. Мына ат. Мына торыны қанша додасыз? 170. Жашы қанша бұның? 3 жаш жазға. Бағасы 170. Орта бойлы аттар. Мына қарагерді қанша додасыз? 190. Жашы че? Жазға 4 жаш. Бағасы 190. Бойлары қанша орып қалдың үшін бойы қанша? 1.60. Бағасы 190. Нонында сұрады мына. Көріңіздер. Бағалар ұшындай çoğulтады. Жигит қанша додасын атты? 180. Жашы қанша бұның? 4 асы. Бағасы 180 мың сұрап жатына. Қырғыз жылқылар. Мұнында дағы торғашқа. Қанша додасы басын? 300. Жашы че? 2 асы 5 жашты кен. Бағасы 300 мың сом. Бойы қанша орып қалды шының? 1.60 қанша шығып қалады? 60-тан өтеді, 60-тан өтеді. Бағасы 300 мың сом сұрап атады. Базарда сұрап жатқан бағалары. Мына арзанырақ аттардан дағы жүреді. Инече қанша бағасы? 120. Жашы че? Пішті. Бағасы 120. Мына арзан аттар діле. Мұның басы қанша олды аке? 120. Бұның жашы қанша? 4 жаш айғыр. 4 жаш айғыр. Бағасы 120 мың да? Жорго. Бағасы 120 мың. Базардағы сұрап жатқан бағалары. Мұның 170. Жашы қанша бұның? Bir үйірге жүрген екен. Bir асы бағасы 170 мың сұрады. Бойы 1.60-қа чейін болса керек. Мұндағы астында салышқан аттардан bir қатардағы сұрап қойын. Мұна қарағаш қанша? Бұл аттар өтіп кетсін азыр. Дос, қанша додасында қарағашқаны? 250. Жашы че? 3 асы, я? Бағасы 250 мың сом. Бұл аттың жата тұрат. Бойы 1.55 жоғыра. Плюс бағасы 220 мың сұрады. Базардағы сұрап жатқан бағалары. Илим жылқылары деген YouTube. Илим жылқылары деген YouTube. Арзан аттардан да сұрап қойын. Оны қанша додасын жігіт?
100 жашычы? 5 жаш. Экасы баасы. Малга баасы 100 миң сом. 100 миңге, 80 миңге да аттар бар туғандар. 500 миң, 1 миллион деген аттар да кирет. Азыр өспүрүмдөр жактарда негизи 1 миллионго чейинки да өспүрүмдөр турат. Аларды да тартып көрсөтөбүз экинчи бөлүктө. Аттардын пока сурап жаткан баалары мына. Так, бул жакта дагы аттар турат. Негизи бүгүн ат көп. Базарда бир калп айтпасам канча бир 30дан ашат да аттар, 30-40 та аттар. Бул башында, бул жагында. Мынаны өспүрүм деп аттыңыз беле? 3 жаша, мына айлантып көрсөтүп коюнчу. Бою канча ушунун? 1.60-тан өйдө. Баасын канча деп атасыз? Баасы 280 миң сом. Өспүрүм 3 жаш үйрөтүлгөн, а? Так, номериңизди айтып койсоңуз. 77 менен 0777 43 0506. 0506. Мына баасы 280 миң сом сурады. Эке бул тазагандыбы? Тазаган. Баасын канча деп атасыз? 250. Жарышка коштуңузбу күлүп? Жашы канча бунун? 5 жаш. Мына тазагандуу жылкы издегендерге баасы 250 миң сом. 5 жашта. Номериңиз барбы? Ютубка киргизип коюн. Оппа. 0502 21 27 85, а? Тазагандуу жылкы издегендер болсо, мына ушул атты да байкап көрүңүздөр. Жашы 5 жашта, бою деле орто бойлуу 1.60 плюс-минус. Баалар ушундайча. Так, мына жакта дагы квадрат болгон ат турат. 4 бурчтук. Мына аттын баасы канча экен? 160. Бул ширнасы деле эмес деле бирдей окшойт, а? Квадрат, а? Баасы 160 дедиңиз, а? Жашы канча? 3 асы. Мына ушул атты көрүңүздөр. Баасы 160 миң сом. Бир-эки басып коюңузчу. Ютубка киргизип коюн. Семиз окшойт. Номериңизди айтып койсоңуз, бери токтотуп туруп. 0501 менен 66 28. Мына ушул 3 асы атты байкап көрүңүздөр. Мына төштүн кенендиктери, мына буту колдору өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бою деле 1.60га жетпей калса керек. Орто бойлуу ат экен. Сен бөлөксүң палбан, сен бөлөксүң. Канча деп атасыз мында? 150 миң, түшүп бересиң, а? Жашы канча бунун? Жумаш, балбан. Жаңасы, бою 1.55 плюс, а? Мына 1.55 жогору, мына буту колдор, баасы 150 миң сом. Так, номериң айтып коер. 0505 009960. Мына ушул номерде байланышасыздар. Баасы 150 миң 160 миң дедим. Эке, муну канча деп атасыз? Жашы кандай бунун? Жазга экасы, баасы 170 миң сом. Мына арзаныраак жылкы. Улагы кандай? Улагы барбы? Улагы жакшы, баасы 170 мына. Полукровный жылкы болуп калат окшойт. Мына байкап көрүңүздөр. Баасы 170 миң. Номериңиз барбы? Ютубка киргизип коюн. 0705 54 23 94. Мына ошол номерде байланыш номери, жылкынын алыстан көрүнүшү. Бүгүнкү жылкы базарда негизи ат аябай эле көп. Анча-мынча сатылгандар болсо, видеонун алдында болот. Сиздер каналга подписка таштап колдоп турсаңыздар, мен негизи жакшы жылкыларды болушунча тартып көрсөтүп берем. Бүгүнкү Чүйдөгү Сокулук жылкы базарындагы аттардын биринчи бөлүгү болду.